Сәлем оқушылар, 8 сыныптың алгебрасы 11-де бірінші есепті шығаратын боламыз. Есептің шарты бойынша қосымша айнымалыны енгізу тәсілін қолданып, теңдеулерді шешіңдер. Бізге берілген x-тің 4 дәрежесі азайту 5x-тің квадраты қосу 4 тең 0 түріндегі теңдеу берілген. Бұл жерге жаңа айнымалы енгіземіз. Оны біз былай жасаймыз. x-тің квадратын қандайда т деген әріппен белгілеп алатын болсақ, берілген теңдеуді былайша түрлендіріп аламыз. x-тің 4 дәрежесін x-тің квадраты деп алуға болады. Азайту 5x-тің квадраты плюс 4 тең 0. Ал енді бізде қай жерде x-тің квадраты тұр, сол жерге t-ны апарып қоямыз. Мысалы, мына жерде x-тің квадратына t-ны қоямыз. Осы t-ның квадраты азайту 5, мына x-тің квадраттың орнына тағы да t, қосу 4 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуді алдық. Ал енді осы жерден қаласақ дискриминантпен, қаласақ вет теоремасымен шығаруға болады. Дискриминантпен шығарайық. Бұл жерде а коэффициенті 1-ге тең, б коэффициенті минус 5-ге тең, ал с 4-ге тең. Дискриминант формуласын жазамыз. d тең b квадрат минус 4ac. Формуласы тең орнына қоямыз. Минус 5-тің квадраты азайту 4 көбейту 1 көбейту 4 тең болады. Минус 5-тің квадраты 25. Азайту 4 1 4-тің көбейтіндісі 16. 25-тен 16-ны азайтсақ 9 болады. Ал 9 деген сол 3-тің квадраты. Енді t1 t2-ні анық. Берілген квадрат теңдеуімізде t айнымалы болғандықтан міндетті түрде t1 t2-ні анықтаймыз. x1 x2 деп анықтап кетуге болмайды. Бұл жерде t1-ді табамыз. Формуласы минус b минус түбір астында d бөлімінде 2a. Формуласы орнына қойып шығайық. Минус b дегеніміз 5 минус түбір асты d дегеніміз түбір астында 9 болады. Ол бізден 3 шығады. Бірден жазайық. 2 көбейту 1. 5-тен 3-ті азайтам 2, 2-ні 1-ге көбейтем 2, 2-ні 2-ге бөлем 1 болады. Енді t2-ні анықтаймыз. t2 тең минус b плюс түбір астында d бөлімінде 2a тең 5 қосу 3 бөлімде 2 көбейту 1. Осы жері түсінікті деп ойлаймын. 5-ке 3-ті қосамыз 8 болады. 2 мен 1-дің көбейтіндісі 2, 8-ді 2-ге бөлеміз 4. Біз енді t1 t2-ні анықтап алғаннан кейін бастапқыда жаңа айнымалы енгіздік қой, x-тің квадратын t деп белгілеп. Осы жердегі t-ның орнына апарып қоямыз. Сонда бірінші x-тің квадраты тең, бірінші t-мыз бізде 1-ге тең болды. Екіншісіміз x-тің квадраты тең болады, ол 4-ге. Мына t1 t2-нің мәндерін қойып алдық. Ал енді осы жерден x-тердің мәндерін анықтауға болады. Сұрақ қоямыз, қандай санның квадраты 1-ге тең? Ол жерде x, яғни плюс минус 1-дің квадраты болады. Ал мына жерден x тең болады. Қандай санның квадраты 4-ге тең, яғни плюс минус 2. Демек, есептің жауабы біз t-ның мәндерін жазбаймыз, мына жерде табылған x-тің мәндерін жазуымыз қажет болады. Плюс минус 1-ге және плюс минус 2-ге деп жазамыз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырайық. Келесі екіншісі. Екіншісінде x-тің 4 дәрежесі азайту 8x-тің квадраты азайту 9. Бұл жерде де жаңа айнымалы енгіземіз. x-тің квадратын t деп белгілеп аламыз. Сонда берілген теңдеуіміз t квадрат азайту 8t азайту 9 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуге келеді. Осы жерден ветпен анықтайтын болсақ, бұл жерде t1-ге t2-ні қосатын болсақ, 8 шығу керек. Ал t1 мен t2-нің көбейтіндісі вет теоремасы бойынша минус 9-ға тең болу керек. Осы жерден бірде табуға болады. t1-іміз минус 1-ге тең, t2-міз 9-ға тең. Яғни екеуінің көбейтіндісі минус 9 болады, екеуінің қосындысы 8 болады. Енді осы мәндерді апарып, бастапқыда белгілеген мына жерге апарып t-ның орнына қоямыз. Сонда x-тің квадраты тең минус 1, екіншісі x-тің квадраты тең 9 деп. Енді өзімізге сұрақ қоямыз. Қандай санды квадраттайтын болсақ, минус 1-ге тең болады. Ешқандай санның квадраты теріс сан шықпайды, сондықтан бірден мына жерде бос жиын деп жазамыз. Ал мына жерде қандай санның квадраты 9-ға тең, яғни x тең плюс минус 3-ге. Болды, есептің жауабы шықты. Демек, жауап плюс минус 3-ге деп жаза қоямыз. Үшіншісінде 9x-тің 4 дәрежесі қосу 23x-тің квадраты азайту 12 тең 0. x-тің квадратын t деп белгілеп аламыз. Берілген теңдеуіміз 9t-ның квадраты плюс 23t азайту 12 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуге келеді. Енді дискриминантпен есептейік. А коэффициенті 9-ға тең, Б коэффициенті 23-ге тең, ал С минус 12-ге тең. Дискриминант формуласына қоятын болсақ, Б квадрат, яғни 23-тің квадраты, азайту 4 көбейту А-ның орнында 9, С-ның орнында минус 12. 23-тің квадраты 529 болады.
Минус 4, 9, минус 12-нің көбейтіндісі плюс 432-ні береді. Міне, екеуінің қосатын болсақ, 961-ге тең. Ал 961 дегеніміз ол 31-дің квадраты. Т1-ді анықтаймыз. Минус Б деген, яғни минус 23 формулаға бірден қойып кете берем. Азайту түбір асты 961-ден 31-ді шығарамыз. 2 көбейту А-ның орнында 9. Міне. Минус 23, минус 31 ол тең болады минус 54-ге. 2 мен 9-дың көбейтіндісі 18. Минус 54-ті 18-ге бөлеміз, минус 3-ге тең. Т2 тең болады. Минус 23 плюс 31 бөлімінде 2 көбейту 9. Тең. Минус 23-ге 31-ді қосатын болсақ 8 болады. 2 мен 9-дың көбейтіндісі 18. 2-ге бөлетін болсақ, 2-ге қысқартамыз алымын және бөлімін. Так, бұл жерде болады 9-дан 4. Міне. Ал енді Т1, Т2-нің мәнін анықтағаннан кейін бастапқыда белгілеген мына жерде x квадратты орнына қоямыз. X квадрат тең минус 3-ге бірінші теңдеуіміз, екінші теңдеуіміз x квадрат тең болады 9-дан 4-ге. Ешқандай санның квадраты теріс сан шықпайды. Бірден осы жерде бос шейін деп кетеміз, шешімі жоқ. Ал мына жерде x тең болады. Қандай санның квадраты 9-дан 4-ге тең, яғни плюс-минус 3-тен 2. Есептің жауабы плюс-минус 3-тен 2. Төртіншісі, 16x-тің 4 дәрежесі азайту 409x-тің квадраты плюс 225-тен 0 түріндегі теңдеу. Бұл жерде x-тің квадратын жаңа айнымалы t-мен белгілеп аламыз. Сонда болады 16t квадрат азайту 409t плюс 225 тең 0-ге. А коэффициенті 16-ға тең, Б коэффициенті минус 409-ға тең, ал С коэффициенті 225-ге тең. Осы жерден дискриминант тауып, бірден формулаға орнына қойып кетейік. Яғни минус 409-дың квадраты азайту 4 көбейтілген 16 көбейту 225. Міне. Минус 409-дың квадраты болады 167.281. Азайту 4, 16, 225-тің көбейтіндісі 14400-ді береді. Азайтатын болсақ 152.881. Ал бұл бізде 391-дің квадраты. Т1, Т2-ні анықтаймыз. Т1 тең 409 азайту 391 бөлімінде 2 көбейтілген 16. 409-дан 391-ді азайтамыз 18 болады. 2 мен 16-ның көбейтіндісі 32. 2-ге қысқартатын болсақ 16-дан 9 болады. Міне. 2-ге бөліп жібереміз. Т2-нің мәнін анықтаймыз. Т2 тең 409 қосу 391 бөлімінде 2 көбейту 16. 409 бен 391-дің қосындысы 800-ді береді. 2 мен 16-ны көбейтсек 32-ге тең. 800-ді 32-ге бөлеміз 25. Ал енді бастапқыда x-тің квадратын t деп белгіледік, осы жерге апарып қоямыз. Сонда x-тің квадраты тең болады 16-дан 9. Бірінші теңдеуіміз, екінші теңдеуіміз x-тің квадраты тең 25-ге. Бірінші теңдеуден қандай санның квадраты 16-дан 9 болады, яғни плюс-минус 4-тен 3-тің квадраты бізде 16-дан 9-ға тең. Ал екінші теңдеуімізде қандай санның квадраты 25-ге тең, яғни плюс-минус 5. Есептің жауабы плюс-минус 4-тен 3 және плюс-минус 5-ге тең. Міне, түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, бірден комментарийге жазып кетсеңіздер болады, сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Келесі 11-де екінші есеп модульмен берілген екен. Бұл жерде біз білеміз, что модульдің ішіндегі айнымалы оң сан болуы да мүмкін, немесе теріс сан болуы да мүмкін. Сондықтан екі жағдайды қарастырамыз. А жағдайында x, яғни модульдің ішіндегі өрнек, яғни x айнымалысы ол 0-ден үлкен, яғни оң сан болуы мүмкін. Ал екінші түрі бізде x 0-ден кіші болуы мүмкін. Осы екі жағдайды қарастырамыз. X-іміз 0-ден үлкен болған жағдайда, оң сан болған жағдайда жақшаның ішіндегі айнымалы қалай түр таңбасымен солай ашылады. Сонда берілген теңдеуіміз мына түрде болады. Модульді ашып аламыз. X-тің квадраты азайту 7x плюс 6 тең 0 түрінде болады. Егер бұл бізде келтірілген квадрат теңдеу, бұл жерде а коэффициенті 1-ге тең болып тұр. Сондықтан вет теоремасы арқылы бірінші, екінші түбірін анықтауға болады. Яғни вет теоремасын айтады, егер x1 мен x2-нің қосындысы 7-ге тең болу керек, x1 мен x2-нің көбейтіндісі 6-ға тең болу керек деген вет теоремасы. Осыдан шығатыны x1 тең болады 1-ге, x2 тең болады
6-ға. Міне, енді бұл түбірлерін анықтағаннан кейін, мына бастапқыда x оң сан болу керек деп белгілеп алдық қой, 2 түбірі де сәйкес келеді. X 0-ден, мынау 1 дегеніміз 0-ден үлкен оң сан, 6 дегеніміз де оң сан, демек екеуі де жауап ретінде кіреді. Ал енді әсінде x-ті біз теріс сан деп қабылдаймыз. Сонда біздің теңдеуіміз мына түрде ашылады. X-тің квадраты азайту 7 көбейту минус x плюс 6 тең 0 болады. Енді жақшаны ашамыз. X-тің квадраты плюс 7x плюс 6 тең 0. Бұнда вет теоремасы арқылы анықтауға болады. Яғни x1 мен x2-ні қосатын болсақ, мына жерде 2 қалып кетіпті. Қосатын болсақ, бізде минус 7 шығу керек. Ал x1 мен x2-нің көбейтіндісі 6-ның өзіне тең болу керек. Осыдан шығатыны x1 минус 6-ға, x2-міз минус 1-ге тең болады. Яғни қосындысы минус 7, көбейтіндісі 6-ға тең. Енді бұл жерде бастапқы x 0-ден кіші болу керек деген мәнге орнына қоямыз. Яғни минус 6-да минус 1-де 0-ден кіші болады. Яғни берілген шартты қанағаттандырады. Сонда есептің жауабы мына берілген барлығын жауап ретінде аламыз. Сонда минус плюс 1 және плюс минус 6 деген жауабы. Яғни барлығы берілген шарттарды қанағаттандырады. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Келесі екіншісі. Екіншісінде x-тің квадраты азайту 4 модуль таңбасы ішінде x азайту 21. Бұл есепте де x-ті оң сан деп, екінші жағдайы x-ті теріс сан деп қабылдаймыз. Яғни 0-ден кіші деп қабылдаймыз. Сонда берілген теңдеуіміз x 0-ден үлкен болғанда, оң сан болғанда, x-тің квадраты азайту 4x азайту 21 тең 0 болады. Ал x теріс сан болған жағдайда x-тің квадраты плюс 4x азайту 21 тең 0. Осы екі квадрат теңдеуді шешімін анықтаймыз. Берілген квадрат теңдеуді вет теоремасы арқылы шығаратын болсақ, x бірінші түбірі тең болады минус 3-ге, екінші түбірі тең болады 7-ге. Енді әсінде x теріс сан болған жағдайда берілген теңдеуіміз x квадрат плюс 4x азайту 21 вет теоремасы арқылы шығарамыз. Сонда x біріміз тең болады минус 7-ге, x2-міз тең болады 3-ге. Яғни бұл жерде қосындысы минус 4-ге тең болады, көбейтіндісі минус 21-ге тең болады. Болды, есептің түбірлерін таптық. Демек есептің жауабы тең болады плюс минус 3-ге және плюс минус 7-ге деп жазып қоямыз. Түсінікті деп ойлаймын. Келесі есеп. Үшінші есепте x азайту 2-нің квадраты азайту 8 модуль таңбасының ішінде x азайту 2 плюс 15 тең 0 түріндегі теңдеу. Бұл жерде модуль таңбасының ішіндегі өрнек, яғни x азайту 2-ні оң сан деп аламыз әсінде. Бұдан шығатыны x үлкен болу керек 2-ден. 2-ні плюс деп өткіземіз теңсіздік белгісінің оң жақ бөлігіне. Әсінде болады x азайту 2-ні кіші 0 деп аламыз. Осыдан x кіші болу керек 2-ден. Осы екі жағдайды қарастырамыз. x азайту 2-нің квадраты азайту 8x азайту 2 плюс 15 болады. Мына осы жерде қазір x азайту 2-ні жаңа айнымалы арқылы t деп белгілеп алатын болсақ, берілген теңдеуіміз мына түрге келеді. t квадрат азайту 8-ті плюс 15 тең 0. Егер вет теоремасы арқылы табатын болсақ, t1-міз тең болады 3-ге, t2-міз тең болады 5-ге, яғни көбейтіндісі 15-ге тең, қосындысы 8-ге тең. Міне түбірлерін анықтап алдық. Енді бастапқыда мына берілген t-ның орнына апарып қоямыз. Сонда x азайту 2 тең 3-ге және x азайту 2 тең 5 түріндегі теңдеулерді шығарамыз. Мына жерде x тең болады 2-ні плюс деп теңдіктің оң жақ бөлігіне өткізсек, 3 пен 2-нің қосындысы 5-ге тең, x тең 5 пен 2-нің қосындысы 7-ге тең. Енді осыларды апарып, біз бастапқыдан мына жерге орнына қойып көреміз. Яғни берілген 5 дегеніміз 2-ден үлкен, шартты қанағаттандырады. 7 дегенімізде 2-ден үлкен, ол да шартты қанағаттандырады. Демек, екі түбірде берілген теңдеудің түбірлері бола алады. Енді әр жағдайын қарастырамыз. x азайту 2 өрнегі бізде теріс сан деп қабылдайтын болсақ, бізде берілген теңдеуіміз мына түрде түрленеді. Сонда x азайту 2-нің квадраты қосу болады 8x азайту 2 плюс 15 тең 0 түрінде болады. Мына жерде тең 0 деп жазайық. Енді осы жерде x азайту 2-ні t деп белгілеп аламыз. Сонда берілген теңдеуіміз t квадрат плюс 8t плюс 15 тең 0 түрінде квадрат теңдеуге келеді. Вет теоремасы арқылы табатын болсақ, t1 түбіріміз минус 3-ге тең, t2 түбіріміз, екіншіміз ол бізде минус 5-ге тең болады. Өйткені мына жерде
минус 3 пен минус 5-тің көбейтіндісі 15-ге тең, ал минус 3 пен минус 5-тің қосындысы минус 8-ге тең болады. Демек, вет теоремасы арқылы біз түбірлерін анықтадық. Енді т-ның орнына апарып қоямыз. Сонда x азайту 2 тең минус 3-ке, x азайту 2 тең минус 5-ке. Сонда x-іміз тең болады минус 3 плюс 2 болатын болса минус 1-ге тең болады. Екіншіміз x тең болады минус 5 плюс 2 тең минус 3-ке. Так, бұның барлығы минус 1-іміз 2-ден кіші, минус 3-іміз де 2-ден кіші. Берілген шартты қанағаттандырады. Демек, табылған түбірлердің барлығы берілген теңдеудің түбірлері бола алады. Сонда есептің жауабы минус 1, минус 3, 5 және 7. Бұны түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып кетеміз, міндетті түрде жауап беремін. Келесі төртіншісі. Төртіншісінде x плюс 3-тің квадраты азайту модуль таңбасының ішіне x қосу 3 минус 30 тең 0 түріндегі теңдеу берілген. Так, бұл жерде, яғни мына модуль таңбасын ашуымыз керек. Модуль таңбасының ішіндегі өрнекті а жағдайында оң сан деп қабылдаймыз, және ә жағдайында x қосу 3-іміз теріс сан деп қабылдаймыз да, берілген квадрат теңдеудегі модуль таңбасын ашуымыз керек кәдімгідей. Сонда, егер оң сан деп қабылдайтын болсақ, бізде x плюс 3-тің квадраты минус кәдімгі жай жақша x плюс 3 азайту 30 тең 0 түрінде ашыла салады. Так, екіншісінде егер теріс сан деп қабылдайтын болсақ, онда берілген ортадағы минус саны, минус таңбасы плюсқа айналып кетеді. Сонда x плюс 3-тің квадраты плюс x плюс 3 минус 30 тең 0 түрінде осындай түрленеді. Ал енді жаңа айнымалды енгізіп аламыз. Бұл жерде x қосу 3-ті т деп белгілеп алатын болсақ, сонда т квадрат азайту т минус 30 тең 0 түріндегі квадрат теңдеуді аламыз. Вет теоремасы арқылы табатын болсақ, бірінші түбіріміз минус 5-ке тең, екінші түбіріміз 6-ға тең болады. Өйткені минус 5 пен 6-ның көбейтіндісі минус 30, минус 5 пен 6-ның қосындысы 1-ге тең. Демек, біз вет теоремасы арқылы анықтап алдық. Енді т-ның мәндерін апарып, мына жерде белгілегенде орнына қоямыз. Сонда x қосу 3 тең минус 5 болады, x қосу 3 тең 6-ға. Осы жерден x тең минус 8-ге, x тең 3-ке. Міне, енді осы x-тің мәндерін апарып, мына бастапқыдағы шартты қанағаттандырады ма, жоқ па, соны анықтаймыз. Біз минус 8-ді қоятын болсақ, минус 8 плюс 3 үлкен болу керек 0-ден. Енді қараңыздар, минус 8-ге 3-ті қосатын болсақ, минус 5 болады. Ол бізде 0-ден үлкен емесе, яғни кез келген теріс сан 0-ден кіші болады. Сондықтан біз берілген x тең минус 8 деген жауапты ала алмайды екенбіз жауап ретінде. Енді 3-ті қойып көрейік орнына. Сонда 3 қосу 3 оң сан болу керек. Демек 3 пен 3-тің қосындысы 6. Ол бізде шартты қанағаттандырады. Біз x тең 3 деген мәнін жауап ретінде қабылдай аламыз. Енді келесінде x қосу 3-ті т деп белгілеп алатын болсақ, т квадрат қосу т минус 30 тең 0. Вет теоремасы арқылы бірінші түбірі болады минус 6-ға тең, екінші түбірі болады 5-ке. Өйткені минус 6 мен 5-тің көбейтіндісі минус 30, минус 6 мен 5-тің қосындысы минус 1-ге тең. Вет теоремасының шартын қанағаттандырады. Енді т-ның мәндерін орнына апарып қоямыз. Сонда x қосу 3 тең минус 6 болады, x қосу 3 тең 5-ке. Осы жерден x тең минус 9-ға, x тең 2-ге. X-тің мәндерін апарып, мына жерге орнына қойып көреміз. Шартты қанағаттандырады ма, жоқ па? Минус 9 плюс 3 кіші болу керек 0-ден. Яғни минус 9-дан 3 азайтсақ, минус 6 болады. Ол шартты қанағаттандырып тұр. Демек, минус 9 берілген теңдеудің түбірі бола алады. 2-ні қойып көреміз. 2 қосу 3 кіші болу керек 0-ден. 2 мен 3-тің қосындысы 5. Оң сан болып тұр. Демек, ол бізде 0-ден кіші бола алмайды. Демек, x тең 2 дегенді біз жауап ретінде ала алмайды екенбіз. Демек, берілген есептің жауабы не қалды бізде? Минус 9 пен және де 3 деген жауабын алады екенбіз. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Егер сұрақтар болса, комментарийге қалдырып отырамыз. Егер барлығы түсінікті болса, оны да жазып кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген есептерді салатын боламын. Келесі сабақтарда кездескенше.